Майнкрафт әлемі өзінің ашық күндерімен, жасыл ормандарымен және жарқын түнгі аспанымен танымал еді. Ауыл тұрғындары күндізгі уақытта өздерінің шаруаларын атқарып, түнде тыныш ұйықтауға дағдыланған болатын. Бірақ бір күні қараңғылықтың күштері пайда бола бастады. Олар күн сайын көбірек күшейіп, түнді өздерінің қараңғы билігінде ұстай бастады. Бұл күштер қараңғылықты және көлеңкелерді өз мақсаттары үшін қолдана бастады. Ауыл тұрғындарына қорқыныш пен үрей әкеліп, оларды түнде үйлерінен шығуға батылы бармайтын етті. Түн қорғаушысы, түнгі сақшы, Майнкрафт әлемінде бейбітшілікті сақтауға арналған батыр болатын. Ол көлеңкелер мен қараңғылықты басқара алатын ерекше қабілетке ие еді. Түн қорғаушысының міндеті түнгі уақытта қараңғылық күштеріне қарсы тұру және ауылды қорғау болатын. Оның қараңғылықпен күресетін күшті қаруы көлеңке қылышы. Ал оны жарықтандыру үшін қолданысқа көлеңкелердің күшін салатын. Ол осы қылыштың көмегімен кез келген қараңғылықты жарып өтіп, түнді бақылауда ұстайтын. Ауыл тұрғындары қараңғылықтың күшеюіне қарсы тұру үшін жиналды. Олар түн қорғаушысына көмектесуге дайын еді, бірақ оның міндеті өте ауыр болатын. Қараңғылық күштері көлеңкелерді пайдалануды жақсы білетін, оларды өз мақсатына пайдалануды шебер меңгерген болатын. Көлеңкелер арқылы кез келген нәрсеге шабуыл жасауға болады. Тіпті ең қарапайым заттар да қауіптіге айналуы мүмкін еді. Түн қорғаушысы түнде ауылдың айналасында патруль жасап жүрді. Оның көлеңке қылышы қараңғылықты жарып өтіп, ауылдың әр бұрышын жарықтандырып отырды. Ауылдың айналасындағы көлеңкелер де оның ықпалында болды. Олар ауылды қорғау үшін қолданылды. Бірақ бұл оңай іс емес еді. Қараңғылық күштері күн сайын күшейіп, түн қорғаушысына қарсы тұру үшін жаңа тәсілдерді ойлап табуда еді. Бір түнде ең қорқынышты шабуыл басталды. Ауылдың айналасын қараңғылық басып, көлеңкелер бүкіл ауылды қамтыды. Түн қорғаушысы барлық күшін жинап, ауылды қорғауға аттанды. Ол көлеңке қылышын қолданып, қараңғылықпен күресуге дайын болды. Қараңғылық күші өте үлкен болатын, бірақ түн қорғаушысы оған қарсы тұру үшін батылдығын жинады. Көлеңкелерден тұратын қараңғылық армиясы ауылға шабуыл жасады. Олардың басты мақсаты түн қорғаушысын жеңу және ауылды қараңғылыққа батыру еді. Бірақ түн қорғаушысы да оңайлықпен берілмейтін. Ол көлеңке қылышын жоғары көтеріп, қараңғылық армиясымен күресуге кірісті. Көлеңкелер мен қараңғылықты басқаратын қабілеті арқылы, ол қараңғылықтың өз күшін пайдалануға қабілетті болды. Түн қорғаушысы қараңғылық армиясына қарсы тұрды, әр көлеңкені өзінің қаруына айналдырды. Бірақ қараңғылық күші артып, ол ауылдың айналасындағы көлеңкелерді толық қамтыды. Түн қорғаушысы өзінің күшін жинап, көлеңке қылышының барлық күшін қолданып, қараңғылықты жеңуге тырысты. Қылышы қараңғылықты жарып өтіп, оны әлсіретуге көмектесті. Ақырында түн қорғаушысы қараңғылық армиясын жеңіп шықты. Ол көлеңке қылышымен барлық қараңғылықты жарып жіберіп, ауылды қайтадан тыныштыққа оралтты. Ауыл тұрғындары оның ерлігін мақтап, оны шын батыр деп санады. Түн қорғаушысы өзінің міндетін орындап, қараңғылықтың күштерін жеңіп, Майнкрафт әлеміне бейбітшілік пен жарықты қайтарды. Ауыл тұрғындары түн қорғаушысын құрметтеп, оның құрметіне үлкен той ұйымдастырды. Түн қорғаушысы осы тойда өзінің қараңғылықпен күрес туралы ерліктерін айтып берді, ал ауыл тұрғындары оның батылдығын атап өтті. Осылайша түн қорғаушысы Майнкрафт әлемін қараңғылықтың күшімен шабуылдан құтқарды, ауылды қорғау үшін өз өмірін тәуекелге салды. Түн қорғаушысының тарихы бүкіл Майнкрафт әлеміне таралып, оны бейбітшілікті сақтаушы ретінде барлық жерде таныды. Оның көлеңкелерді басқару қабілеті қараңғылықпен күреске үлкен үлес қосты, ал оның батылдығы ауылды қараңғылықтан қорғауға көмектесті. Түн қорғаушысы ауылды қорғап, бейбітшілікті сақтауға міндетті бола бермек. Түн қорғаушысының тарихы ұзақ уақыт бойы еске алынып, оның батырлықтары туралы ертегілер айтылып отырды. Оның ерліктері болашақ ұрпақтарға да үлгі болды, ал оның көлеңке қылышы Майнкрафт әлеміндегі ең мықты қарудың бірі болып саналды. Түн қорғаушысының батылдығы мен ерлігі Майнкрафт әлемінде ешқашан ұмытылмайтын естелікке айналды.